Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге ең оңай салаттың рецептісін ұсынатын боламын. Бұл салатты дайындау үшін бізге салат жапырағы қажет болады. Салат жапырағын жуып аламыз, одан кейін ірі бөліктерге кесеміз. Құрметті достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде каналға тіркелуіңізді сұраймын. Себебі менің каналымда өте оңай рецепттерді көре аласыздар. Бір штук қиярымызды ортасынан бөліп, жіңішке бөліктерге кесеміз. Жалғыз болғана емес, басқа да оңай салаттың рецептілері менің каналымда бар. Оларды да көріп қарап шықсаңыздар болады. Одан кейін шұжығымызды аламыз. Видеода көрсетілгендей етіп кесеміз, яғни тура пицца кескен секілді кесетін боламыз. Ортасынан бөліп, егер дәл бұлай кескілеріңіз келмесе, өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарап кессеңіздер болады. Мен формасы әдемі болып көріну үшін пиццаның тілімдері секілді кесіп шықтым. Одан кейін кез келген сырымызды қолданамыз. Видеода көрсетілгендей 3 бұрышты етіп кесіп шығамыз. Бір-біріне жабысып қалған болса, осылай қолымызбен ашып жібереміз. Үстіне кукурузды салатын боламыз, майонез қосамыз, немесе қаймақ қосамыз. Кішкене шым-шым тұз салып жіберсеңіздер болады. Барлығын жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің салатымыз дайын болды. Жасап көріңіздер, ас болсын.